Sindirimin bağlar. Bugün qanday bolalar? Yaxshi. Tamashami? Yaxshi. Sabaqqa unda o'zi chaqistir ko'niklimin sabağımızdı başlayalım. Najibde sindirge birinchi bo'lishim to'pqa bo'linib olaylik. To'pqa bo'linib olish uchun turli tusli qog'ozlarni o'zlaring tanlab olasizlar. Sol turli tusli qog'ozlarni tanlab to'pqa bo'linasizlar. To'pning belgisi orqaloqda tur. Yani bu ülkenin sanatının suratları. Elimizde Çinak'ta, tekstil bakımda bir bilimimizde tekstil edildi. Suratlarına kadar cevap verildi. Kaysımız dayımız, böyle dayımız. Bununla çok kurtardı yine artarız. Yani Türkçe'de çok yapıyorsa, Tuğba bununla çok değilsin. Yaxşı. Өсімдіктері шіріген қалдықтарынан топырақтың бойында қарашірік пайда болады. Жақсы. Қазақстан аумағында топырақтың қандай түрлері тән? Қазақстан аумағында қара, қарақұмық, топырақ түрлері тән. Өте жақсы. Өзен тұратын жердің топырағы қандай түрді қалайды? Жақсы. Топырағына қарай қаншаға бөлінеді? Құлынды топырақ тығыздығына қарай түрге бөлінеді. Тығыз, тоқымдап, өзгеге сөнеді. Şimdi ballar gelirse, mine qarab tursak ballar, biz bugün bарлық осы toprak туралы мәлімет алдық. Toprakның құрамын, құрылымын, жаңағы түрлерімен таныстық. Енді осы toprak өте қалыптасуына көптеген жылдар қажет екен. Ал toprak болса біздің ең үлкен байлығымыз екен. Ол тіршілік көзі екен. Оны қазіргі кезде осы toprakның жағдайы қандай? Бүгінгі сабағымыз осы туралы болады. Ол үшін мына суретке көңіл аударайық. Не көріп тұрмыз балалар? Топырақтың ластануы. Ондай болса, қандай түйіндейміз? Яғни топырағымыз қазір кезде қандай болып жатыр? Ластанып жатыр. Оны сақтауымыз қажет пе? Ондай болса, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы топырақтың экологиялық проблемалары. Дәптерімізді ашайық та, жазайық. Топырақтың экологиялық проблемалары біз бүгінгі сабақтан оқу мақсатында топырақтардың экологиялық проблемаларын зерттеп, шешу жолдарын ұсынамыз. Яғни топырақты қалай қорғауымыз керек? Сақтап қалуымыз керек. Бүгінгі сабағымыз осы туралы болады. Дәптерімізді ашып жазайық. Топырақтың антропогендік бұзылуы және шөлейттелуі. Топырақтың антропогендік бұзылуы, шөлейттелуі, жердің тозуы және құрғақшылық. Бұл жаһандық ауқымдағы мәселелер болып табылады. Олар экономикалық, әлеуметтік, экологиялық мәселелерге де ықпал етеді және жағдайды одан әрі шиеленістіре түседі. Ластанып жатқандығы, эрозия бастап жатқандығын көрдік. Жалпы не түсіндік? Айта аламыз ба? Кім айтады? Түсінбедік пе? Айта аламыз. Осы бір топырақтың құнарлылығының ластануы кесірінен көптеген адамдар өздерінің елін тастап басқа елдерге көшіп жатыр. Бұл Еуропа су эрозиясы жер ерсіз қалай пайда болатынын көрдік. Және жер шөлейттелетінін байқадық. Өз көзімізбен көру үшін тәжірибе жасап көрейік. Ол үшін қазір мен сендерге тәжірибенің қалай жасау керектігіндігі туралы ережесін беремін. Соны танысасыңдар. Сол ереже бойынша танысып, әрбір топтан бір оқушы шығып, тәжірибені көрсетсін. Оқыңдар.
ережесінде оқимыз, балалар, қауіпсіздік ережесінде жазылған. Бұл тәжірибеде біз топырақтың су эрозиясына ұшырауын көрсететін боламыз. Не байқадық балалар? Байқадық па бір нәрсе? Иә. Тағы не байқадық? Барлық қалғанымыз байқамадық па? Алдан кейін айта ғой. Біз бұл тәжірибеде осы топырақтың жоғарғы сыңарлы қабатын су шайып кеткенін көрдік. Жақсы. Жақсы айып тұрады. Келесі. Балалар тәжірибеден өз көзімізбен көрдік, е? Жел ерозиясы, су ерозиясына қалай ұшырайтыны, бұның барлығы адамдардың әрекетінен, шаруашылықтың әрекетінен болатындығын көрдік. Енді осыны біз қалай сақтап қалуымыз керек топырақты. Сақтау жолдарын қазір талдайсыңдар. Ол үшін жаңа бейне көрсетілімі көрсетілді. Қазір кітаптан мәтінді оқисыңдар. Мен қазір сендерге қосымша мәтін беремін. Сол мәтінді оқи отырып, қорғау шараларын қарастырасыңдар. Пайдаланудың нәтижесінде эрозияға ұшырайды. Жайылымды тиімсіз пайдалану мынандай салдарға алып келеді, яғни топырақтың қатты тығыздалуына және оларды ылғалды сақтау мен ауа режимінің бұзылуына алып келеді. Ал бұл адам денсаулығына кері әсерлерін тигізуі мүмкін. Және де Қазақстандағы топырақ жамылғысының бұзылу себептері мынадай. Қазақстанда тың және тыңайтылған жерлерді игеру кезінде топырақ эрозияға бейім топырақтар бұзылып, осының салдарында егістікке жарамауы мүмкін. Мысалы, Павлодар облысындағы эрозияға бейім жерлер жыртылып, 805 мың гектар жер эрозияға ұшырап, егістікке жарамай қалып, істен шыққан. Бірінші топ, екінші топты бағалайды. Бірінші топ бағалайды. Жақсы, өте жақсы. Екінші топ. Қазір мен сендерге карточка беремін. Сол карточка бойынша ақиқат және жалған сәйкестендіру бойынша тапсырмалар беріледі. Сол тапсырмаларды орындайсыңдар. Балдарын қойдық па? Қойдық, е? Онда балалар жинаймыз. Келесі тапсырмамыз біздің кескі карта мен жұмыс. Жоғарғы деңгейде ластаған қалаларға Өскемен, Қарағанды, Жезқазған. Осымен балалар біз топырақтың экологиялық проблемаларын тақырыбын өттік. Сендер осы сабақтың мақсатына жеттіңдер, яғни оны шешу жолдарын ұсындыңдар. Енді міне сабақтың басында біз топтарға бөліндік қой. Топырақ, бірінші топ, екінші топ, эрозия, үшінші топ, экология болып. Осы топтар өздерінің тобының атына бір қорытынды сөз айтып кетсе. Toprak adam ömründeki ülken bayrak, tırşık, gözler. Адам әрекетінен және су мен жердің эрозиясынан пайда болатын топырақтың бұзылуы эрозия деп аталады. Toprak tırşılık gözler. Toprakta adamın hareketinden және de жел эрозиясы, су эрозиясынан қорғауымыз қажет. Жақсы. Міне осы сабағымыз аяқталды.